Selametler oxuşlar. Bugünkü sağımızda biz kırıştırılgan if nemesi if'tin içinde if, elif, else'da qalay қолданамыз. Men sizge sonu көрсетемін. Алдыңғы сабақта biz деген if, elif, else деген her birinin öz şartlarымен birge көрген едік. Ол кезде biz bağalauды көrdік. Bugün bolsa if'tin içinde if nemesi if'tin içinde if, elif, else mümkün ekenligini көрсетемін. Bunu жасаған кезімізде сіздің ең бірінші мән беретін нәрсеңіз мына жерде тұрған indented tab деп аталатын, яғни төмендегі кодтардың немесе statements бұл жерге жазған деген нәрселеріңіздің алдында пустой место болуы, яғни бос место болуын осыған мән беруіңіз керек. Мысалы, екі if болған кезінде, мына жерге көрсетейін. Мысалы, бізге тағы бір if'тің ішінде if болған кезінде, ол if'тің алдында tағы деген бос место болады. Ondan кейін siz bir şart жазасыз. Condition деп кеттім бұл жерде. Condition'dan кейін екі бос орын болады. Көріп тұрғаныңыздай. Яғни мына жерде сіздің төменде жазған кодтарыңыз бастайды. Мына жерде байқаған болсаңыз, if'тің ішінде if болған кезінде екі бос место болады. Яғни сіз мына жерден жазған кезіңізде бұл кодыңыз қате болады. Мен бүгінгі сабағымызда сізге соны көрсетемін. Алдыңғы сабақта есіңізде болса, біз бағалауды көрген едік. Мектептегі бағалау 85-тен үлкен болған кезінде 5, 65 пен 85 аралығында 4, 40 пен 65 аралығында 3, 40-тан төмен болса 2 деп көрген едік. Бірақ біздің ең бірінші алғашқы шартымыз не еді? A деген санымыз 0-дан үлкен немесе тең болу керек, ал 100-ден тең немесе кіші болу керек. Ең бірінші біз бір айнымалы немесе variable деген ұйымдастырып бастаймыз. Бұл айнымалыға, variableға қолданушы пай жазу керек. Onun үшін мен a тең int input деп жаздым. Екінші біз деген шартымызды жазып бастаймыз. Ең бірінші шартымыз біздің a'мыз 0 менен 100 аралығында болу керек. Onu belgiletемін. 0'dan үлкен немесе тең және 100'ден кіші немесе тең болу керек. Кіші немесе тең болу керек. Енді бізге берілген сан, бізге берілген ұпай 0 мен 100 аралығында болған кезінде не болады? 85'тен үлкен болса, онда деген оның бағасы 5 болады. If a үлкен немесе a үлкен 85 print бағасы 5 деп жазайық. Екіншіге өткен кезімізде есіңізде болса, екінші шартымыз жазатын кезімізде біз elif қолданамыз керек болады. Elif a үлкен 65 болған кезінде онда не дейміз? Print бағасы 4 дейміз. Кейінгілерде не болады? Elif тағы бір elif қолданамыз. A үлкен 40 болса, яғни 40 ұпайдан көп болса, онда бағасы не болады? 3 болады. Бағасы 3 болады. Ал 40-тан төмен болған кезінде, яғни else қолдансақ болады. Else деген 40-тан жоғары болмаса, 65-тен 85-тен жоғары болмаған жағдайда енді деген бағасы не болады? Бағасы әрине оқушының бағасы 2-ге тең болады. Бағасы 2 деп көрсеттік. Енді мына жерде байқаған болсаңыз оқушылар, if'тен төменде екінші if'тің алдында бір бос орын бар. Ал оның төмендегі print функциясының алдында 2 бос орын бар. Мына жерде көріп тұрғаныңыздай, мына жерде 4 бос орын, яғни бір таптық бос орын. Мына жерде болса, тағы бір 4 бос орын бар. Осыған деген мән беруіңіз керек. Мына жердегі Visual Studio Code'ды мен қолданамын. Код жазу үшін мына жердегі сызықшалар маған деген кодты оқуды ыңғайлы етеді. Көргеніңіздей. Мына жердегі if бір группа дейді. Ал мына жердегі if болса, ол отдельный бір группа. Яғни бұл if, elif, else мына төртеуі жоғарыдағы if'ке тиісті деген мағынаға келеді.
Al biz tağı degen, endi bizning else bitdi. Tağı degen en jogardağı if'ten jalgastırатын bolsak ne isteyemiz? Mına жерди ketiremiz. A bir ret ketiremiz. Ondan keyin ne dep yazamız? Else. Bul else ne mana keledi? Eğer bizge berilgen A sаны nol men 100 aralığında bolmasa, onda ne dep yazamız? Print berilgen pay nol men 100 aralığında boluğu gerek. Nemesi t isteğinde yazsanızlar boladı. Bul if else özü degen bir gruppa, al mına жерdegiler bolsa başka bir gruppa. Bular if'tin içine kiretin. Yani bul kiristirilgen if dep nemesi başka bir if'tin içinde ta bir if dep aytsanızlar boladı. Oxuşlar, men degen tek qana hazır bir jani 2 gün körsetdim. Bir if'ti başka bir if'tin içinde körsetdim. Biroq degen siz bol if'tin içine ta bir if'ti koya alasınız. Yani ikinci if'tin içine ta bir if'ti koya alasınız. Süytürüp özünüzdün kodunuzda jalastırıp kessеңizler boladı. Biroq mening sizge usunatım bir narsem oxuşlar, kerek bolmagan jagdayda qo'shimcha if'lerdi, nemese qo'shimcha elif else degen narsalarni qo'ldanbağınız. Siz qo'shimcha ne qo'ldansanız, kerek bolmagan jerde ko'p narsa жазsanız, ol jerde programmistlerden aytatın bug degen, nemese kodda qate degen narsalarimiz köbeyip bastaydı. Onun üçün kodda жазan kezingizde qo'ldan kelgençe qısqa boluğu kerek. Qısqa biroq şumuş jasaytın boluğu kerek. Bizning endi kodumuz osmen ayakta aldı. Biz bunu saxtaymiz. Және жұмыс жасатып көрейік. Ең бірінші не дейді? Мына жерде мен басып тұрғаным үшін ол қате берді. Енді жасап тұр. Мен мысалы 89 берген кезінде бағасы 5 деп шықты. Тағы бір жұмыс жасатайын. Бұл рет мен 60 деп жазайын. 60 деп жазған кезінде бағасы 3 деп тұр. Al бұл рет болса, мысалы, қателесіп 90'ның орнына мұғалімде алды болатын бір нәрсе, 90'ның орнына 900 тағы бір 0 қойып кету. Немесе біз программисттердің арасында да болатын нәрсе. 2 0 қоятын жерде 3 0 қойып кетеміз, немесе 90 қоюдың орнына 9 қойып кетеміз. Сондай деген қателесіп 900 қойған кезінде бізге көргеніңіздей берілген ұпай 0 мен 100 аралығында болу керек деп бізге деген айтты. Яғни біздің программамыз қазір деген дұрыс жұмыс жасап тұр. Siz özünüz aldığınız degen mening negatif, pozitif және 0'ga teң деген programmamda osunday if'tin içinde if қолданып жазуға тырысып көріңіздер. Түсінбеген жеріңіз бар болса, төменге сұрақ ретінде жазып қалдырсаңыздар болады. Сау болыңыздар.